Татлы түшлер мевсімі. Аюп құлақ. Бірінші қысым. Бір заманда бар екен, бір заманда жоқ екен. Бір койде фуқаре бір қарт яша екен. О қартның да дүлберден дүлбер бір қызы бар екен. Бұл қыз 15-16 яшларына келгенде, оңа бір чоқ ерлерден құдалар айттыра келе. Ләкин фуқаре қарт инат ете, қызыны кімсеге бермей. Ақайға шыққан соң бақытсыз olur деп хав ете. Оның бұл инатлығыны ешіткен падиша везірі, барып бақайым, қартының қызы керчектен де дүлбер екенмі? Деп қартның евіне келе. Ақиқаттен о, қартның қызыны пек бегене, қызны өзіне алмақ істей, ве қартқа өз қызыны бермесі үшін теклифте болуна. Чаре тапып олмаған қарт везірге қызыны бермеге разы ола. Қыз везірге бармамақ үшін чоқ көз яшларыны төгеді, іч файдасы олмай. Чоқ кечмеден той башлана. Тойның 3-ші күні көйге яқын шәрде Аюп ойнатып жүрген дүлбер бір яш келе. Оның Аюп ойнатқаныны бір чоқ қызлар, келіншеклер чықып бақалар. Аюпжу яш көйде той олғанны ешітіп, той евіне бара. Аюпны аран ичересіне бағлай ве озу евге кіре. Біраз ашанып, ратланған сон Аюпны бақмақ үшін тышқа шықа. Бірда бақса, бір топар қыз біраз ратлансын деп, тойы олған қызны бақча ішіне бірақып кетелер. Аюпжу яш бақчада отырған, тойы олған қызны көрмек істей, ве оны барып бақмаға қарар бере. О той олған қызға яқын барып, «Мен сізін юзіңізні көрмек істейм», дей. Той олған қыз оның кім екенini білмек үшін юзіне қабаған чемберіні азычық қиықлап бақа. Қаршысында отырған дүлбер яшны көрген сон, істер-істемес юзіндегі чемберіні ачмаға мечбурула. Екісі шай етіп көрішелер. Қыз яшны, яш қызны бегене. Амма не яш венеді қыз бір-біріне сөз қатмаға қадыр оламайлар. Қызлар қайтып келе, той олған қызны алып, евге қайталар. Біраз отырған сон, той олған қыз дінлене, оңай пенжере қалқылғандай ола. О аны Аюпжу яштыр белей, пенжерені ача. Ашығы бақайым дегенде, пенжере түбінде тұрған Аюп, тойы олған қызны чекіп ала да қача. Аюп оны тетес дағылар арасындан алып кете, ве озының құбасына ерлештіре. Тойы олған қызның бабасы, ве везір ғайып олған қызны чоқ қыдырсалар да, тапып оламалар. Везир бұл Аюпның арандан чықып қачқаныны дойған сон, озының келінні Аюп алып қачқандыр деп, Аюпжу яшны өлдірді. Қыз Аюпның қая құвышында яшамаға башлай. О илкіде пек қорқса да, сонundan алыша. Ялыныз Аюп оны ичде дышарыға чықармай. О дүния юзу ве бабасының асіретлігіні чеке. 2-3 ел кечкен сон, қызның Аюпдан бір баласы ола. Бұ баланың ярысы инсанға, ярысы да бабасына Аюпға ошай. Енді бұл келіннің жаны пек сықылмай. Бұтын күн баласының қая қуышында екленіп отыра екен. Бала осе, бұйый. Татлы түшлер мевсімі.